Қайырлы күн баршаңызға. Динараң асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмі түріретін ерекше пахлава дайындайтын боламыз. Бөлме температурасындағы қаймағымызды ыдысымызға саламыз. Грамдарын барлығын описанияға қалдыратын боламын. Жұмыртқамыз сарсын, сармайды, бәрін қосып, бір келгі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне көпшіліксіміз салып, жақсылап араластырып болып, аз-аздап салатын боламыз. Миксеріміздің насадкасын ауыстырып, бірінші төмен скоростан бастап, қамырымызды илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды столымыздың үстіне алып, аздап қолымызбенен илейтін боламыз. Илеп болғанымыздан кейін пищевой пакетке 15 минутқа тындыруға қоятын боламыз. Салмасын дайындаймыз. Жаңғақ дәнесін осылай ірі қылып турап аламыз. Ірі көбек қылып турап. Майда қылу қажет емес, ұсақтай беру қажет емес. Осылай турап болғанымыздан кейін мейізімізді де осылай турайтын боламыз. Жұмыртқамыздың ағын жаймендеп көпіртеміз. Аздап осылай көпір пайда болғаннан кейін барып қантымызды аз-аздап қосатын боламыз. Бірден салып жүрсеңіз сұйылып кетеді. Үстіне шым-шым тұз салсаңыз да болады. Осылай аппақ болып көпіргеннен кейін аламыз. Крем сияқты өте әдемі, нәзік болуы керек. Үстіне туралған жаңғақ дәнесін қосатын боламыз. Мейізімізді де қосып, лопатканың көмегіменен жеңіл қылып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай араластырып болғанымыздан кейін бұны бір шетке қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 3 бөлікке бөлетін боламыз. 3 бөлегіміз 3 түрлі болады. Астыңғысы үлкен қамыр аламыз, ортаңғы үстіңгі қамырын алып 3-ке бөлікке бөлеміз. Қазір ортаңғы қамырымыз жайып, духовкамызда пісіріп алатын боламыз. Жақсылап жайып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақта емес, қатты емес, орташа болады. Формамызға салып, артық жерлерін осылай кесіп алсаңыз болады. Кесіп болғанымыздан кейін шаншқын көмегіменен үстін аздап осылай тесіп шығатын боламыз. Екінші қамырымыз жаямыз, яғни үлкен қамырымызды жаятын боламыз. Жұқалап, үлкен қылып жаямыз. Қатты жұқа болып кету қажет емес. Осылай жайып болғанымыздан кейін листімізге жайғастырамыз. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Артық қамырларды формаларменен әдемі гүлдер жасасаңыз болады соңында. Осылай кесіп аламыз. Бұл үлкен қамырымыз, ең астыңғы. Алдыңғы дайындаған салмамызды осылай 2 лопаткіден, 3 лопаткіден қойып, тегістеп, әдемдеп, бірдей қылып жағып шығатын боламыз. Осылай жағып аламыз. Жағып, тегістеп болғанымыздан кейін алдын ала пісіріп алған ортаңғы қамырымызды үстіне қоятын боламыз. Коржығымызды 15 минутта піседі. 180 градус духовкаңыздың пісіретінесіне қарай. Бұның да үстіне 3 лопаткіден салмамызды салатын боламыз. Тегістеп жағып шығамыз. Үшінші қамыр, яғни кішкентай қамырымызды жайып, осылай бетіне жайғастырамыз. Артық жерлерін кесіп алып,
жектерін саусағымызбенен бекемдеп шығатын боламыз. Осылай артық жерлерді кесіп аламыз. Бір-бірімен біріктіріп, ашылып кетпеуі керек. Жұмыртқамыздың сарысын үстіне қойып, жақсылап жағып шығамыз. Қалып қоймау керек. Барлық жеріне тегістеп жағып шығамыз. Жағып шығып болғанымыздан кейін пышағымыздың көмегіменен, яғни мен көріп тұрғаныңыздағыдай пышақты қатты батырып жатырғаным жоқ. Пышақтың ұшыменен осылай жаймендеп бетін сызып шығатын боламыз. Мен кубик тәрізді қылып жатырмын. Сіз ромб тәрізді қылсаңыз да әдемі болып шығады. Бетін өзіңіздің қалаған сәндесеңіз болады. Мен осылай сызып шығып төртбұрышты қылып сәндедім. Үстіне осылай жаңғақтармен орехтарымызды осылай қойып шықсаңыз да әдемі болады. Тегістеп осылай әдемдеп қойып шығамыз. Сіз өзіңіздің духовкаларыңызға қарап пісірсеңіз болады. Мен 180 градуста 35 минут пісіріп алдым. Жақындарыңызбенен бөлісіп жіберсеңіз болады. Лайк басып, комментарий қалдырып отырсаңыз болады. Маған тіркелмесеңіз тіркеліңіз. Келесі пирогымыз вареный пирог деп аталады. Қазіргі таңда хит өте дәмді. Бір жасағыңыз келіп тұратын пирог дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды құямыз. Описанияға барлығын қалдыратын боламын. Үстіне қантымызды қосамыз. Оның үстіне бөлме температурасында сары май қосамыз. Қаймақты қосамыз. Барлығы бөлме температурасындағы болуы керек. Барлығы біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Массамыз ағарып дайын боламын дегенше 2 чайный ложка ас содасына 1,5 уксусымызды қосып көпіртіп дайындап қоятын боламыз. Ал бұлай жасамаймын десеңіз, разғитель қоссаңыз да болады. Бірақ ас содасы жақсырақ. Електен өткерілген ұнымызды массамыздың үстіне салатын боламыз. Оның үстіне дайындаған ас содамыз қосатын боламыз. Миксеріміздің насадкасын ауыстырып, жаймендеп, араластырып бастаймыз. Дайын болған қамырымызды астына ұн сеуіп, аздап жұмыс жасап, қолымызбен өте нәзік, жұмсақ болады. Оған қорықпаңыз, пирогыңыз өте дәмді, ерекше болып шығатын болады. Ұнның көмегіменен кішкене жұмыс істейтін боламыз. 15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды осылай дөңгелектеп, қолымызбенен осылай жеңіл жасайтын боламыз. Таза пакетімізге салып, 15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөлетін боламыз. Екіге бөлеміз, кішкентай зуаламызды бетін әрлеуге қоятын боламыз. Яғни екінші қамырымыз. Үлкен қамырымызды ұн сеуіп, оқтаудың көмегіменен орташа қылып жаятын боламыз. Қатты жұқа болу қажет емес, қалыңда болмау керек. 7-8 милдай қылып жаятын боламыз. Қамыр өте жұмсақ, оған қорықпаңыздар. Пирогтарыңыз өте дәмді, сочный болып шығатын болады. Листімізге осылай қойып болғанымыздан, жайғастырып алғанымыздан кейін артық жерін кесіп аламыз.
Мен осындай варенье сгущенка қолдандым. Халал, қорықпаңыздар. Бұның жақсы түрін қолданғаныңыз жақсы. Духовкаге еріп кетпейтіндей шыдамды түрін қолданыңыздар. Қою болу керек. Осылай тегістеп жағып шығамыз. Бір келкі болуы керек. Осылай жақсылап тегістеп жағып шығатын боламыз. Жағып тегістеп шығып болғанымыздан кейін үстіне ірі қылып туралған, өзіңіздің қалағанша турасаңыз болады, ұсақтап туралған жаңғақ дәнесін қосамыз. Бір шетке алып қойып, екінші қамырымды жаятын боламыз. Оның көмегіменен осылай әдемдеп жайып шығамыз. Қамырымыздың бетіне қойып, артық жерлерін кесіп аламыз. Варенье сгущенканың үстіне екінші қамырымызды осылай бекітіп, саусағымыздың көмегіменен екі қамырды жабыстырып, саусақтарымызбен бекемдеп шығатын боламыз. Тегістеп, әдемдеп жағып болғанымыздан кейін артық қамырымызды жайып, үйіңіздегі бар формаменен осылай форма шығарсаңыз да болады. Формаларыңыз жоқ болса, жасамасаңыз да қажет етпейді. Өзі де әдемі пирог шығады. Осылай қойып шығамыз. Үстіне жұмыртқаны, сарысын қолдансаңыз да болады. Мен жұмыртқаның ағы менен сарысын араластырып, теңдей қылып жағып шықтым. Бір келкі тегіс болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болғанымыздан кейін пышақтың көмегіменен қатты батырмай, осылай әдемдеп бетін сызып шығатын боламыз. Өзіңіздің қалағаныңша бетін әрлесеңіз де болады. Мен осылай жасадым. Кесуге де ыңғайлы қылып жасадым. Алдына дайындаған формаларымыз бетіне осылай қойып шықтым. Өзіңіздің духовкаларыңызға қарай пісіріп аласыз. Мен 180 градуста 30 минут пісіріп алдым. Ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, бір жасағаннан дәмді шығады. Бетіне осылай орехтың сақтап туралған сепсеңіз де болады. Или фисташки ұнын қолдансаңыз да болады. Өте әдемі, жақсы шығатын болады. Маған лайк басып, коммент. Қайырлы күн баршаңызға. Осындай әдемі творожный пирог дайындаймыз. Маған тіркеліп, видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Ыдысымызға бөлме температурасында жұмыртқамызды құямыз. Осындай илейтін, дайындайтын құрылғыңыз болмаса да, осылай қолмен илесеңіз де өте жұмсақ, жақсы шығатын болады. Сметанымыз саламыз, қантымыз қосамыз. Сметанымыз 20%-тен, сондай болса да болады. Бөлме температурасында сармайымызды қосамыз. Барлығын бір масса болғанша араластырамыз. Араласамын дегенше біз 2 ас қасық содамыздың үстіне 1,5 чай ложкадай уксусымызды құямыз. Бұндай қылып жасамаймын десеңіз де көпшіт қоссаңыз да болады, бірақ астыда қосқаныңыз жақсырақ болады. Массамыз дайын болды. Үстіне електен өткерілген ұнымыздың барлығын саламыз. Үстіне жаңа дайын болған уксусты массамызды қосатын боламыз. Насаткамызды ауыстырып, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыз дайын, өте нәзік, ұнның көмегімен кішкене жұмыс жасаймыз. Қолымызбен осылай бір қалыпқа келгенше кішкене жұмыс жасаймыз.
қатты басып илеу қажет емес, өзі жұмсақ, нәзік болады. Бетін пленкамен или таза салапанмен жауып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Болған дейін 1 килограмм творог, домашний творог болса да тіпті жақсы, үстіне қант, ванилин қосып миксерлейтін боламыз. Қамырымыз дайын. Қамырымызды 2-ге бөліп аламыз, жартысынан көбірегін жайып аламыз. Жартысын азырағын үстіне сәндігі үшін қолданатын боламыз. Оның көмегіменен аздап жаятын боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қорықпасаңыз болады, өте жақсы шығатын болады. Ұнды сеуіп, жұқартып жаямыз. Қатты жұқа болып кетпей керек, листімізге жасап аламыз. Егер бұндай сізде үлкен лист болмаса, описанияға рецепттерін толығымен қалдыратын боламын, соның жартысын дайындасаңыз болады. Жектерін осы пышақтың көмегімен лопатамен осылай кесіп аламыз. Үстіне салмамызды қосатын боламыз. Тегістеп барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне теңдей жағуымыз керек. Осылай теңдей барлық жеріне апарамыз. Екінші қамырымызды жайып аламыз. Қатты қалыңда, жұқада болу қажет емес. Осындай ирек болып кесетін болса да жақсы, болмайтын болса пышақпен жасасаңыз да жақсы шығады. Осылай лента қылып кесіп аламыз. 3-4 сантиметрден болса да болады. Осылай ұзынан кесіп аламыз. Неке кесіп болдық. Енді листіміздің дәл ортасынан қойып шығатын боламыз. Неке қойып шығамыз. Артық жерін кейін кесіп тастайтын боламыз. Екінші жағына да дәл ортасынан бастаймыз. Сонда решетка тәрізді өте әдемі болып шығады. Осылай тізбектеп, кезек-кезекпен қойып шығамыз. Неке дайын болды. Артық жерлерін кесіп алып тастағанымыздан кейін, осындай қолымызбенен шығып тұрған жерлерін ішіне кіргізіп, бекемірек қылып жасап шығамыз. Қатты басып жібермеңіздер, осылай саусағыңыздың ұшымен қамырымыз өте нәзік тегістеп шығатын боламыз. Сонда пирогтарымыз өте әдемі болып шығатын болады. Тағы да әдемдеп сәндеймін десеңіз, осындай формаңыз бар болса, осылай жасасаңыз да болады. Мен осындай жұлдыздар қойып шықтым, өте әдемі болып шығады. Егер формаларыңыз жоқ болса, қажет емес. Үстіне жұмыртқаның сары мен ағын қосып, жақсылап араластырып, барлық жеріне теңдей қылып жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жақсылап жағуымыз қажет. Менде қызып тұрған духовкамызда мен 180 градуста қойдым. Жарты сағатқа мінекей пісіп шықты. Өзіңіздің духовкаларыңызға қарайсыңыз. Видеоның ақырына дейін қарағаныңызға рахмет. Дайындап көруге кеңес беремін. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, басқа да видеоларымызды қарауға кеңес беремін. Маған лайк, комментарий қалдырып кетіңіз. Жақындарыңызға бөлісіп отырыңыз. Сау, аман болыңыз.